сәтіне келіп жеттік. Супербол алға өте тамаша жоба, себебі бұл жас футболшыларға дәл осындай керемет стадионда керемет командалар қарсы жоғары деңгейде футбол ойнауға мүмкіндік береді. Және ең бастысы футболға деген жастардың өзге де жастардың құлшынысын арттырады. Одан бөлек іріктеліп шыққан ойыншылар, үздіктер. Бұл футболшыларды жоғары Сейітханов, ортада 23 нөмірде ойнайтын Данияр Плотников және 27 нөмірде Павел Баркунов. Ал қазір міне екі команда ойыншылары Астана Арена стадион матч десек те болады. Өйткені дәл осы ойынға билет сатып алып келген көрермендер көп, ал ол билеттерден түскен қаражат қайырымдылық қорына жұмсалатындығында айта кеткеніміз жөн болар. Ендеше матчтың басталуына санаулы ғана минуттар қалды. Міне қазір назарларыңызда әр өңірден іріктеліп жиналған үздіктер, қаншама 7000-дай күн сайын кастингке келген үміткерлердің тізімі артып отырды. Бір күн 4000, одан кейін 5000, бір күнде 1000-дап қосылып отырды. Жарайсыңдар дейміз, сәттілік. Ал дәл қазір ойын алдында біз Қазақстан Республикасының үміткерлердің осы жерде тұруы еді, бірақ бірінің жолы болмады. Дегенмен әлі де алда бұл жобаның жалғасы болады деген сенімдеміз. Geceden yergegen dalkılıç çokta koy, namusun vermegen azadımı koy. Benim yerim, gönlüm olap yerimden. Еліміздің әнұраны шырқалды. Алмайы дәл осы матчқа келді. Равшан Ерматов, білесіздер, әлем чемпионатында төрелік еткен мамандардың ішінде ең көп жұмыс атқарған маман. Ол 5 рет Азияның үздік төрешісі болды. Және оның төрелік еткен матчтары өте көп. Оны өздеріңізде жақсы білесіздер. Әлем чемпионаттарында соңғы 2018 әлем чемпионаты Испания, Марокко 2-2, Аргентина, Хорватия. Хорватияның жеңген ойыны. Және ең бір керемет матч естеріңізде болса 2010 жылғы әлем чемпионаты жартылай кездесуде. Ол әрине қазақстандық мамандар. Біздің ел чемпионатында төрелік етіп жүрген Эльвира Нұрмұстафина бүгінгі ойында және Дана Үсенова қызмет атқарады. Одан бөлек Оксана Герасимова. Міне, осы